Тақырыбы су тіршілік көзі сөйлемдегі сөздердің байланысы. Оқу мақсаттары күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу. Дерек сөздерден мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап отырып, байланыстырып, көлбеу және таза жазу. Дескрипторы. Күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысады. Дерек сөздерден мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып сұрақ бойынша мәліметті іріктей алады. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтай отыра, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазады. Психологиялық ахуал. Біз бақытты баламыз, ойнап, күліп аламыз. Жетілсін деп санамыз, оқып, білім аламыз. Өткен сабақ пысықтау, күн сөйлесін сұрақтар әдісі. Балалар сөйлемдегі сөздердің байланысын қалай анықтаймыз? Жаңа сабақ кітаппен жұмыс 28 жаттығу. Тапсырма, берілген сөздер пайдаланып, мәтін байланыстырып оқиды, сұрақтарға жауап береді. Мәтін түсініп оқы, кітаппен жұмыс 28 жаттығу. Сұрақ жауап әдісі. Мәтінде не туралы айтылған? Мәтін саған ұнады ма? Дәннің жақсы өсуі не себеп болды? Қалай ойлайсың? Оған судың пайдасы тиді ме? Суды неліктен тіршілік көзі деп айтады? Дескрипторы. Мәтін тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтін мазмұнын болжай алады, берілген сұрақтарға мәтін бойынша жауап бере алады. Су тіршілік көзі. Сәлем, мен Русланмын. Мен мектепке жиналғанда, немесе достарыммен далаға ойнауға барғанда, әрдайым өзіммен бірге су алып жүремін. Неліктен екенін білесіңдер ме? Су өте маңызды элемент. Сусыз жер бетіне өмірде болмайды. Біздің организміміз 60%-ға дейін судан тұрады. Бірақ судың организмдегі мөлшері тұрақты емес. Су біздің денемізден келесі жағдайларда шығады. Терлегенде, дәретханаға барғанда, үлкен және кіші дәретпен, тіпті тыныс алған кезде. Біз тыныс алғанда ылғал ауаны шығарады екенбіз. Жасқа, салмаққа, жынысқа және дене белсенділігінің деңгейіне байланысты бізге судың әртүрлі мөлшерін ішу қажет. 6-8 жас аралығындағы балаларға күніне 6 стақан су ішу қажет. 9-дан 13-ге дейінгі жастағы балаларға күніне 7 стақан. Ал 14-тен 18 жастағы жасөспірімдерге күніне 8 стақан су ішу қажет. Несептің түсіне қарап, суды қаншалықты жеткілікті мөлшерде ішетінімізді білуге болады. Егер несеп ақшыл сары түсті болса, суды жеткілікті ішуді білдіреді. Ал егер несеп қоңыр сары түсті болса, сусыздануды білдіреді. Демек, шұғыл түрде ішетін судың мөлшерін арттыру қажет. Организмге су жетіспегенде сусыздану орын алады. Оның көріністері келесідей. Шөлдеу пайда болады. Бас айналуы, бас ауруы, немесе шаршау болуы мүмкін. Ауыз құрғайды. Ерін мен дене терісі құрғайды. Несеп қоңыр түсті болады. Егер осы белгілерінің бірі байқалса, міндетті түрде су ішу қажет. Суды күні бойы аздап жұтып ішу қажет. Әсіресе, қатты терлеген кезде су ішу маңызды. Біз келесі жағдайларда терлейміз. Белсенді ойындар кезінде, спортпен айналысқанда, немесе үйді жинағанда. Далада немесе бөлмеде ыстық болғанда, ауырған кезде. Естерінде болсын, ыдыстағы суды күнде ауыстыру қажет. Және суды ауыстырған кезде әрдайым ыдысты таза сумен шаю қажет. Менің әрдайым өзімен бірге су алып жүруімнің себебі енді түсінікті болар. Суды көп ішу қажет. Сонда денсаулық мықты болады. Дескрипторы мәтінде су туралы айтылған біледі, дәннің өсуіне судың қатысы бар екенін айтады, судың тіршілік көрінісі екенін анықтайды. Дәптермен жұмыс 29 жаттығу, жұмбақты көшіріп жазып, шешуін тап. Жұмбақтағы сөйлемдер сөздің байланысын анықтайды. Дескриптор жұмбақты шешуін табады, жұмбақтағы сөйлемдегі сөздердің байланысын табады. 30 жаттығу. Керекті сөздерді пайдаланып, өлең құра. Сарқырама. Дескриптор керекті сөздерді пайдаланып, сарқырамаға қатысты өлең құрайды. 31 жаттығу. Дұрыс құрастырылмаған мәтінді қайта құрастырып жазу. Дескрипторы. Дұрыс құрастырылған мәтінді қайта құрастырып жазады. Кім жүйрік әтсе 32 жаттығу. Меңзер бағыты бойынша бір әріп тастай отырып, мақал құрастырып оқы. Дескрипторы. Меңзер бойынша бір әріп тастай отырып, мақал құрастырып оқиды.
кері байланыс. 5 саусақ стратегиясы. Назарларыңызға рахмет.